екі немесе одан да көп арифметикалық амалдан тұратын теңдеулерді құрылымы күрделі теңдеулер дейді. Осындай теңдеуді шешейік және оны шешудің алгоритмін құрастырайық. 50-дің және 250 мен аның көбейтіндісінің қосындысы 1600-ді 2-ге бөлгендегі бөліндіге тең. Ойлан, теңдеуді қалай ықшамдауға болады? Бұл теңдеуде 3 арифметикалық амал таңбасы, демек 3 амал бар. Егер теңдеудің оң жағында санды өрнек жазылса, сандары бар өрнектерді есептеу керек. 1600-ді 2-ге бөлгенде 800 шығады. Бұл теңдеудің оң жағындағы бөліндінің мәні. Теңдеудің оң жағында сандардың бөліндісінің орнына 800-ді жазғанда 3 амал орнына 2 амалы бар теңдеу алынады. Енді теңдеудің сол жағындағы амалдардың орындалу ретін анықтап, соңғы амалды тап. Соңғы амалға сәйкес компоненттерді ата. Теңдеудің сол жағындағы соңғы екінші амал қосу амалы болғандықтан, сол жақтағы 50 саны бірінші қосылғыш болады. Қосу таңбасының оң жағында 250 саны мен А әрпінің көбейтіндісі тұр. Бұл екінші қосылғыш болады. Демек, нәтижедегі 800 қосындының мәні. Айнымалы А әрпі екінші қосылғыш болып тұр, яғни бұл компонент белгісіз. Арифметикалық амалдардың компоненттері арасындағы тәуелділік ережелерін есіңе түсір. Екінші белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайту керек. Теңдеудің сол жағына айнымалысы бар өрнекті жаз, ал оң жағына сандардың айырмасын жаз. Қосындының мәні 800-ден бірінші қосылғыш 50-ді азайт. Енді санды өрнекпен жазылған теңдеудің оң жағын ықшамдауға болады. Қарапайым теңдеу шығады. 250-ді аға көбейткенде 750-ге тең болады. Қарапайым теңдеуді шеш. Бірінші көбейткіш 250. Екінші көбейткіш А әрпімен берілген айнымалы көбейтіндінің мәні 750. Ережені есіңе түсір. Екінші белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлу керек. Есепте 750 санын 250-ге бөл 3 болады. Теңдеудің түбірі 3-ке тең. Тексеру жасауды ұмытпа. Сонымен қайтала. Теңдеудің оң жағындағы сандармен берілген өрнектің мәнін есепте. Айнымалысы бар теңдеудің сол жағындағы амалдардың ретін анықта. Белгісіз компонентті таңда. Белгісіз компонентті табу ережесін қолдан. Санды өрнекті есептеп қарапайым теңдеу ал. Қарапайым теңдеуді шеш. Теңдеудің түбірін тапқан соң тексеруді орында.